Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздерге күнделік кезеттен баланың табелін қалай шығарып алу керек екенін көрсетемін. Ол үшін сіздер мына мектеп дегеннің астында есептер деген бар, міне. Осы есептерге кіресіздер. Осы есептерге кіргеннен соң сіздерде жаңа бет ашылады. Менде қазір сет нашар ұстап тұр, сондықтан жай ашылып жатыр. Есептерге кірген соң сіздерде осындай бет шығады. Осы жерде мына үлгерімі деген жерді көрдіңіздер ме? Осы жерде оқушылар деген таңдайсыз. Міне сыныптар тізімі шығады сізде. Сіз өз сыныбыңызды таңдайсыз. Сынып таңдаған соң сізге баланың қай тоқсандағы табелі керек, немесе барлығы керек болса, мынаны таңдайсыз, барлық кезең бойынша дегенді. Егер 90 бойынша керек болса, мына өзіңізге қажетті 90-ды таңдайсыз. Мен бірінші 90-ды таңдайын. Таңдап болған соң оқушыны таңдайсыз. Міне жерде оқушыны таңдаңыз деп тұр. Мынаны басасыз. Не оқушылар тізімі шығады. Бір оқушыны таңдайсыз, өзіңізге қажетті. Оқушы таңдап болған соң, мына жерде есеп құрастыру деген бар. Міне, осыны басасыз. Міне оқушының жаңағы сол тоқсандағы нелер шығады. Бұл жерде менде толық болмағандықтан барлығы толық шығып тұрған жоқ. Сіздер егер барлық бағаларын қорытқан болсаңыздар, ол шығып тұрады. Енді бұны басып шығару үшін жоғарыда мына жерде басып шығару деген түріне көрдіңіздер ме? Осыны басасыздар. Міне оқушының табелінің үлгісі шықты. Және мына мишканың сіздер сол оң жағын бассаңыздар, бұл жерде міне печать дегенді басасыздар. Печатты басқан кезде сіздерде осылай болып шығады. Міне осылай болып шығып тұр. Енді сіздер осыны өзіңіздің ыңғайыңызға қарап шығарып ала берсеңіз болады. Альбомны ғып шығарасыз ба, немесе книжный ғып шығарасыз ба, қалауыңыз. Солай шығарып ала берсеңіз болады. Печатты басасыздар, сіздерде уже шығып дайын болады. Міне, альбомны ғып шығарсаңыз осылай болады. Книжный ғып шығарсаңыз жаңағыдай болып шығады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын.